Ассалаумағалейкум, құрметті футбол сүйер қауым. Біз сіздермен бірге қазір Мирас және Олимпик командалары арасындағы матчты тамашалаймыз. Төрешілердің сықырғы шалында осылайша ойын басталды. Әмір Болат міне топта Ерсайынға жеткізіп берді. Ерсайын оң қапталдан үлгермейді. Осы Шымкентте өтіп жатқан турнирге Мирас командасы төмендегідей құраммен қатысып жатыр. Демек, 77-ші нөмірде Нұрислам Әбілдаев, 12-ші Әмір Болат, 4-ші Дамир Болат. Егіздер Әмір ағасы, Дамир інісі. Бұрыштама доп Ерсайын Медеу бұрыштан допты ойын қосқанда қақпаш топ ұстап алды. Қауіпті жағдай. Мансур Бекжігіт 55-ші нөмірде келген, Мұса Ержанұлы 19-ші, Әділхан Жандосұлы 20-ші нөмірде ойнайды, 5-ші Мұхамеджан Қуатбек, 11-ші Әлихан Мұхтар, 9-ші Ерсайын Медеу, 14-ші нөмірде Рахымжан Рахимов, 44-ші Дархан Төребек, 8-ші Шахназар Фархатов, 15-ші Яхия Шадықұлов, 1-ші қақпашы Самандар Хикметжанов. Мирас ойыншылары шабуыл ұйымдастырған. 7-ші Ернұр Беркінбай, 10-ші Бекнұр Беркінбай. Міне Бекнұр Беркінбай допты алып алды, қарсыластан өтуге тырысқан еді. Аут емес, бұрыштама доп. Бас бапкер Талғат Жуанышбаевтың шәкірттері міне қазір бұрыштан допты ойын қосты. Ерсайын Медеу дұрыс жеткізіп бере алмады. Бұл екінші тур, 3-ші орынды иеленгендер. Кеше Мирас командасы топта 3-ші орынды иеленген еді. Бүгін профутбол командасымен 1-1 есебімен тең түсті Мирас командасы, ал профутбол Олимпикте 2-1 есебімен жеңіп, ұпайлар санын 4-ке жеткізіп алды. Бірінші орынды иелену үшін Мирас командасы бүгін осы ойында ірі есеппен жеңіске жету керек. Әмір топта Нұрисламға жеткізді. Шахназар. Міне Дархан топты иеленіп алған сәтке куә болдық. Ерсайын алдап өте алмады. Бұл жерде жақсы комбинация ұйымдастырды негізінде қазір. Олимпик футболшыларында енді оң қапталға ауыстырғанына куә болдық. Шабуыл жалғасады көкжидедегі команданың. Есеп 0-0, бірінші таймның 4-ші минуты. Топ ойынға қосылған еді негізінде. Басынан ауып тасталды. Міне Дархан Төребек қарсыластан өтті. Әмір Болатқа қалдырған еді. Дархан өз шабуыл ұйымдастыра беру керек еді. Бекнұр Беркінбай. Қарсыластан оң аяқпен соққы керек еді ғой. Ерсайын Болат. Әмір Болатқа допты жеткізуге тырысқан еді, оң қапталға болмады. Мирас футболшылары бұл шабуылдан қауіп жағдайды туындыра алмады. Дархан Төребек. Аут. Олимпик командасының ойыншылары жеңіске жетсе, 2-ші орынды иеленеді. Мирас ойыншыларында Ерсайын. Бұрыштама доп. Бұрыштан допты ойын қосады. Мирас командасының өкілдері бос қақпай еді, соққы. Нұрислам қазір қақпаны нысанаға алмады. Сәл анық ойнағанда қазір гол соққан болатын еді. Бүгін Мирас командасы 2-ші ойын өткізуде 1 гол соқты. Мұса Ержанұлы гол авторы.
Almada. Әмір. Out. Olimpik futbolçularından шығып кетті алаңнан. Топ. 6 минут. Есеп 0-0. Ойын тізгінін Мирас футболшылары өз қолдарында ұстап тұр. Енді Көкшедегі команда өкілдерінде сол қапталдан ойын ережесі бұзылды бұл жерде. Алыстан соққы бағытталатын болады. Дархан Төребек. Көрейікші қазір жойқын соққы бола ма? Міне соққы ешкімге тиген жоқ. Аут. Пас. Бірінші тайм жартысы артта қалды. Есеп 0-0. Гол көрген жоқпыз әлі. Ерсайын Медеу. Бұрыштама доп. Енді Шахназардан соққы болды. Қаны Мирас ойыншылары есепті ашып кетуі мүмкін. Шахназар сол аяғымен жоқ. Ерсайын үлгермейді. Қақпашы асықпай допты ойынға қосады. Әмір. Аут. Нұрислам допты Әмірге жеткізді. Әмір алдауға тырысып кетті. Олимпик футболшылары. Аут. Нұрисламда доп. Тағы да жылдам ойнау керек. Әмірмен ойнады. Әмір оң қапталдан өте алмады. Аут. Жоғардан пас. Қанық. Жоқ. Тағы бір соққы. Дамир допқа жетіп келді. Қақпаның бағанасы құтқарып қалды. Мирас футболшыларының соққысынан соң тиіп қайтты. Олимпик қорғанады. Жақсы. Дарханнан пас. Енді кім соққы керек Ерсайын? Топты көп ұстап қалды. Әмірге беру керек. Міне соққы. Баспен. Жоқ, үлгермеді. Бекнұр Беркімбай. Ақбашы жақсы ойын көрсетті. Шахназар қайтарып жіберді. Қайтадан Шахназардан өтпей жатыр доп. Дархан үлгерді пас беріп. Алыстан соққы Ерсайын доп тоқтатуға әрекет жасады. Әмір. Олимпик футболшылары. Шахназар үлгере ма? Аут. Нұрислам Шахназармен ойнады. Сол қапталға пас болды бұл жерде енді. Ерсайын қаны гол. Есеп ашылды міне. Мүмкіндікті мүлт жіберіп алмады бұл жолы Мирас футболшылары. Ерсайын Медеу гол авторы атанды. Олимпик командасының қақпасына бірінші таймның 10 минутында соғылды гол. 1-0. Әмір допты қайтарды. Дарханда доп. Оң қапталға ауыстырды. Көп шабуылдар осы Әмір Болат тарапынан ұйымдастырылуда.
Бекнұр, медеу дайым болу керек. Дархан Төребек қаны сол қапталға соққы болды. Гол, есеп 2-0. Дамир Болат гол авторы. Әмірдің інісі гол соқты. Мирас командасы бірінші таймда 2 гол соғып алды. Енді Олимпик футболшылары қалай ойын көрсетеді екен. Сқырық шалмай басынан басталады. Қақпашы ауысқан екен, сол үшін басынан басталады. Олимпик футболшылары Бекнұр Ерсайын допты Әмірге жеткізу керек еді. Олимпик футболшылары қорғанады, тағы да есеп 2-0. Пас, Ерсайын соғалама гол. 2-0. Демек, топ осы үшінші орын иеленген командалар арасындағын есептеп шығамыз. Қазірше Мирас командасы бірінші орында голдар айырмашылығы бойынша. Дархан Төребек, Ерсайын, Әмір. Соққы бола ма? Бұрыштама доп. Қазір көп шабуылдар көрініп тұр. Әмір Болат тарапынан ұйымдастырылуда. Ерсайын соққы бағыттай алмады. Есеп 2-0. Бірінші тайм аяқталуына санаулы минуттар қалды. Төреш сағатына қарап қойды. Гол жіберіп алмаса, Мирас командасы бірінші орынды иеленеді. Голдар айырмашылығы бойынша профутбол екінші орыннан көрінеді. Олимпик 2 ойында жеңіліп, 3-ші орыннан жайғасады орынға. Қаны енді соққы керек. Ерсайын гол, міне есеп өзгерді, 3-0. Бұл жерде Бекнұр Беркінбай гол авторы. Үзіліс.